Сәлеметсіздер ме? Бүгін пиццаның қамырын бастырамыз. Домашний. Так, қалауларыңыз бойынша ұн, 2 жұмыртқа, тұз, дрож, қант және майонез қосамыз. Майонезді мен тестінің жұмсақтығы үшін қосамын. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қалай қосып, қалай араластыратындарыңызды. Негізі тестіге майонезді қоссаңыздар әдемі, жұмсақ, сосын қанша пісірсеңіз де қатырламайды. Мына пиццаның қамырын жайғаным, және де оған начинкасіне колбаса, майонез бен кетчупты араластырып аламыз. И сосын пиццаның сыр, ең главный ингредиентіміз сыр ғой. Және де араластырып осын тестіға жағып аламыз. Жағып алғаннан кейін сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Кейбіреулері майонезді қоспайды, тек кетчуптың өзімен ғана жасайды. Мысалға, мен майонез бен кетчупты араластырғанды дұрыс деп ойлаймын өзім. Дәмі де әдемі шығады. Осылай әдемілеп жағып аламыз. Сосын мынау піскен пиццамыз домашний болғаннан кейін жеген кезде әдемі, ешқандай кедергісіз, қатырламайды, тастай болып қатқамайды, әдемі болып шығады. Бізге ас болсын.